Қоршаған ортада біздің өзімізде әлемнің өте маңызды бөлігі саналатын бейметалл атомдардан тұрамыз. Олардың қатарында көміртегі, сутегі, оттегі және азот секілді тірі ағзалар үшін маңызды атомдар бар. Бұл бейметалл атомдар әдетте жеке кездеспейді. Олар молекула құру үшін өзара байланысады. Молекулалар оттегі сияқты бір элементтің атомдарынан тұруы мүмкін. Немесе көміртегі диоксиді молекуласындай әртүрлі элементтердің қосындысы болуы мүмкін. Олар сутегі молекуласындай өте шағын. Немесе ДНК молекуласындай үлкен болуы мүмкін. Ал осы бейметалл атомдары өзара қалай байланысады? Жауап: барлық химиялық байланыстарды анықтайтын сыртқы қабат электрондарында жатыр. Бейметалдардың көпшілігі сыртқы қабаттарында 4 немесе одан да көп электрондарға ие. Сондықтан олар сыртқы қабатын толтыру үшін электрондарды өзіне тартуы қажет. Бірақ екі бейметалл әрекеттескен жағдайда екеуде электрон қосылуын қажет етеді. Бұл қажеттіліктің күштілігі сонша, әр атом өзінің сыртқы қабатындағы бірнеше электрондарымен алмасып, екі атомда сыртқы қабаттарын толтырады. Екі оң зарядталған ядро бірдей электрондарға тартылғандықтан, екі атомды бірге ұстап тұратын күшті электростатикалық тартылыс күші пайда болады. Нәтижесінде коваленттік байланыс түзіледі. Хлор тек бір коваленттік байланыс түзе алады. Себебі оның сыртқы қабатына бір электрон ғана жетіспейді. Дегенмен, сыртқы қабаттарын толтыру үшін электрондарды қажет ететін атомдар бірнеше коваленттік байланыс түзуі мүмкін. Осындай екі байланыс құру қасиеті оттегі атомы мен екі сутегі атомының қосылып, су молекуласы түзілуін қамтамасыз етеді. Және көміртегі атомдарының 4 коваленттік байланыс құрып, көміртегі атомдарының ұзын тізбектері мен сақиналарын түзіп, тіршіліктің негізі болып табылатын күрделі органикалық молекулалар тізбектерін құруының себебі де осыда.